Бұл гата деп аталынады. Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай армян халқының сүйіп дайындайтын гата рецебімен бөліскелі отырмын. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып қоямын. Егер де сіз менің каналымда бірінші рет көріп отырған болсаңыз, онда міндетті түрде подписация бөліміне өтіп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Себебі менің каналымда қажетті заттардың барлығы, бүге-шүгесіне дейін, жасалу жолының барлығының әрбір фишкасы айтылып отырады. Сол себептен каналыма міндетті түрде тіркеліп алуыңызды сұраймын. Мен осындай бөлме температурасындағы жылы сары май, не болмаса 82%-дан жоғары маргаринді алып, бірінші ұнға әбден бір келге етіп араластырып аламын. Мен қазір қаймақпен жасағалы отырмын. Қаймақтың орнына айран алсаңыздар да болады. Дүкеннің айранын алып та жасауға да болады. Дәмі ешқандай өзгеріп кетпейді. Ең бастысы жұмсақ, әдемі қамыр болса, гаталарыңыз әдемі, дәмді, керемет жұмсақ болып шығады. Осылай қамырды бір келге етіп әдемілеп дайындап аламыз. Және де осы қамырды мен қазір екіге бөліп, тоңазытқышқа салып қоямын. Осындай жұмсақ күйінде бірден жайып жасайтын болсақ, қамырымыз бұлжырап, жайылуы қиын болады. Сол себептен қамырды кішкене тоңазытқышқа қойып, қатайтып аламыз. Пакетке орап, қаясып кетпес үшін, қамыр кеуіп қалмас үшін міндетті түрде осылай пакетке орап салып қоясыздар. Мен енді қазір қамырым кішкене шамалы тұрғанша осындай ортасына салмасын дайындап аламын. Бірінші маргаринімді ұнға араластырып, қантпен барлығын қосып, крошка жасап аламын. Және де мен осы салмаға кішкене жаңғақ қосамын, грек жаңғағын алып. Ол өз қалауларыңызша, жаңғақты аз қоссаңыздар да болады, көбірек қоссаңыздар да болады. Жаңғақсыз да құр осындай крошканың өзімен де жасай беруге де болады. Міне менде осындай әдемі крошка болып шықты. Үгітіліп тұрады. Және де грек жаңғағын әдемілеп үгітіп аламыз. Кез келген жаңғақ қосуға да болады. Мен кішкене жаңғақты сәл аздау салып қойдым. Көбірек жаңғақ болса тіптен дәмді болады. Әбден осылай бір келге етіп араластырып алған соң, қамырды орташа қалыңдықта етіп жайып аласыздар. Тым қалың да, тым жұқа да қамырдың қажеті жоқ, орташа қалыңдықта болу керек. Және де салмасын салатын кезде қамырдың ортасына ешқандай май, жұмыртқа, не болмаса су жағудың қажеті жоқ. Себебі қамырдың өзі де онсыз да майлы. Сондықтан жай ғана салманы салып, қамырды керегінше осындай формаға келтіріп алған соң, бетіне жұмыртқа жағып, шанышқымен өрнек салып шықсақ та болады. Бұл өрнек салған кішкене піскен кезде гатамыздың түрін әдемі көрсетеді. Сол себептен шамалы осындай шанышқымен өрнек салу керек. Және де мен екі қамырымды біреуін 3 бұрышты етіп, біреуін 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Әркім өз қалауынша, кімге қалай әдемі көрінеді, солай кесе бересіздер. Міне 4 бұрышты және де 3 бұрышты болды. Енді әркім өзінің пешінің қызуына қарайды. Менде пешім 230 градуста пісіреді. Қараңыздар, қандай әдемі қызарып, жалтырап, күшті болып шықты. Енді ортасын қараңыз міне. Осылай болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыз.